Атышулы Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы өз үндеуін жариялады. Мөлдірден қаншалықты қысым көргенін айтып жатыр. Халық оған дейін ешуақытта сенбеп еді. Енді көріңіздер. Қысым болып жатыр Мөлдір ханымнан. Енді ол қысымды Тұрсынбек те тоқтата алмай отыр. Және мен әрмен қарай шыдай алмаймын, себебі менің жұмысыма кедергі жасап жатыр. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және менің үндеуіме Тұрсынбек те қарсы болған, бірақ менің жұмысымның тоқтап қалуына байланысты мен осы үндеуімді қара халқыма жіберіп отырмын. Кім болса да өзінің күйеуін екінші тоқалға беріп қойып қарап отырмайтын белгілі. Мөлдір де сол жағдайды жасап жатыр. Тоқалға күн бермегенін дұрыс дер едім. Сіздер қалай ойлайсыздар? Тұрсынбек пен Мөлдірдің бір кеште бас қосып билеуі, қарап тұрсаңыздар, Тұрсынбек әйелін жақтырмай тұр. Мөлдір өзін бақытты әйел сезіну үшін, сыртқы әлемге жасыру үшін барынша жарқырап күліп жүруге тырысып жатыр. Дегенмен ер адам осындай әйелді сыйламаса, ешқандай себепсіз балалары бола тұра, қызы ұлы бар, тіпті қызы ең үлкені 20 жаста ұзатылатын уақытқа жеткен қыз ғой. Сондай көз жас тастап кеткен ең ауыр тағдырлар, ең ауыр нәрсе дер едім. Тұрсынбек тастап кеткеннен кейін өзін көрсете білген, ән айтып та, продюсер болып та, киноға түсіп та, барлық жағынан көрсете білген Мөлдірге Алла разы болсын, қыздар үшін, балалар үшін тырысып жатыр. Өзінің қызынан 5 жас үлкен қызға тоқал етіп алған Тұрсынбекке әлі де жылым келеді. Ал сіздерше?